Машалла. Поляға қарбыз алуға келдік. Биогумуспен піскен, дәріленбеген, дәріленсе де кішігірім, көп дәрі құймаған, яғни селитра дегеннен кейін келдік. Алла нәсіп етсе, оны алайын деп жатырмыз бауырлар. Өздеріміз дәмін жеп көрдік екен. Осылай отбасымыз үшін, бала шағамыз үшін таза өнімдерді іздейміз осылай. Еңбек бәрін жеңбек. Міне бауырлар, биогумусқа піскен қарбыз дейміз бе, қойыңыз. Дәмі керемет, зор болып тұр, машалла. Осы эко өнімді қолдайтын, іздейтін бауырларымыз кеше алып келді. Өзіміз үй салып жатып қолымыз тимеді. Алып келуге. Енді мұның дәмі керемет енді. Айтамын енді. Түркістан қаласынан 40 километр жерде Саудан деген ауыл бар. Сол жерден осы биогумусқа пісірген. Аздап қосылғанмен селитра, бірақ келесі жылы Құдай қаласа толық биогумусқа егеді. Көп біраз бауырларымыз егін деп тұр. Сол себепті биогумусқа биылдың өзінде тапсырыс өте жоғары болған. Сұраныс жеткізе алмағанбыз биыл. Келесі жылы көктемде одан да сұмдық болайын деп тұр. Сол себепті қаншалықты айналыссақ та биогумусты біз өндіріп сұранысқа жауап бере алмай жатырмыз. Сол себепті баршаңыз болса өздеріңіз диқан бауырларды, өздеріңіз егетін қауын қарбызға биогумусты өндіруге шақырамыз. Ал жалпы қосымша кәсіп ретінде осы шаруашылығын бағу арқылы биогумус өндіруге баршаңыз шақырамыз. Биогумусқа сұраныс жылдан жылға артып келе жатыр. Дәмі зор екен. Үйдегілер қойды. Шетке шығып видеоға түсіп жатқан жайым бар, телевизордың алдында. Жарсын столдың үстінде жеп жатыр. Дәмі енді керемет бауырлар. Биогумус бұл таза органикалық табиғи тыңайтқыш. Кез келген өсімдікке нәрін, өзінің құнарын беретін. Сол себепті біздерге таза эко өнім алудың төте жолы осы биогумус. Биогумус дегеніміз шаруашылықтардың 4 түлік малдың тезегін жеу арқылы шығарған тыңайтқышын айтамыз. Солай бауырлар, баршаңызға алла разы болсын. Мен осындай эко өнімді қолдануды, жалпы жүрген жеріңізде биогумусқа піскен қарбыз бар ма деп сұрап жүрді. Ұмытпаңыздар, жақсы биогумусқа піскен шықса, демек нитраты аз, селитрасы аз, дәрісі аз, дарымызға жолыққаныңыз ол сіздің. Баршаңыз алла разы болсын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды аямаңыздар.